Арман терезенің алдында үнсіз тұр. Сыртта көктемнің самалы жеңіл ғана көшелерді шарлап жүр. Терезеден асфальттың қызара бастағаны көрінеді. Қар еріп, көктем енді ғана тіршілікке ене бастаған. Аяна бүгінде жұмысқа асығыс шықты. Жібектей шашы желбіреп, жеңіл әтірінің иісі үйдің есігі жабылғаннан кейін де ауада қалқып тұрып қалғандай. Арман бір сәтке тыныс ала алмай қалды. Бейсаналы түрде. Ол осы тыныштықты бұзғысы келмейді. Үйдің ішіндегі тыныш үнсіздік соңғы айларда оның ішкі даусынан әлде қайда жайлы. Бір кездері бұл үй оның арманы еді. Қазір бұл үй оның сынағы. Жұбайы Мадина жайлы әйел, ешкімге жамандық ойламайды. Ата-анасына қамқор, күйеуін сыйлайды. Бірақ соңғы жылдары тым үй адамына айналып кетті. Әңгімелері балабақша, тамақ, енем не дейді, кредит, ақша. Бір қарасаң отбасылық өмірдің заңды ағымы сияқты. Бірақ арманның ішінде бос кеңістік пайда болды. Әр күннің ұқсастығынан шаршау, қызықсыз диалогтардан жалыққан миды біреу оятып жіберсе екен деген ішкі тілегі. Сол кезде Аяна көшіп келді. Мадинаның сіңілі. Университет бітіріп, қалада жұмысқа орналасқан. Баспана таппайынша әпкесінің үйінде тұрып жатты. Басында Арманға бәрібір болған. Тек күндердің бір күнінде, таңертеңгі шай үстінде Аяна күліп тұрып бір әңгіме айтып бергенде, Арман өзін тірі сезінді. Көңіліне белгісіз бір дүние шым ете түсті. Қызығушылық. Аяна тірі, қызықты, қазіргі заманмен үндес. Оның қылығында шектен тыс шыққандық жоқ, бірақ еркіндік бар. Арман өз ойынан өзі шошыды. Ол қайын сіңілім, мен не ойлап тұрмын өзі деп. Бірақ ойлар бір кірсе кетпейді. Ол өзімен күресіп бақты. Аянамен сөйлесуден қашты. Көз алмай қалудан сақтанды. Бірақ Аяна бұған мән беріп жүрген жоқ сияқты. Ол өз тіршілігімен жүр. Кешкісін құлаққаппен сериал көреді. Таңертең кофе ішіп асығыс кетеді. Арман кейде сол кофенің иісін аңсап оянатынды шығарды. Бір кеште Мадина ата-анасына кеткен. Арман мен Аяна екеуі ғана үйде қалды. Теледидар жұмыс істеп тұр. Бірақ ешкім мән беріп отырған жоқ. Аяна ас үйде ыдыс жуып жатқан. Ал Арман үнсіз отырды. Бүгін тым тыныш қой, деді Аяна бұрылып. Иә, деп Арман қысқа жауап қатты. Көзі Аянаның желкесіне түсіп кетті. Ақшанған тері бәр сәтке ғана. Арман өзін тежеуге тырысты. Сіздер екеуіңіз бұрын романтикалық кеш ұйымдастырған шығарсыздар, иә, деді. Кенет Аяна ештеңе білдірместен. Қай кезден басып сіз деп кеттің, деді Арман. Сізге ыңғайлы шығар деп ойладым. Жақсы көретін адамдар алшақтағанда сыпайы сөйлесу қалыпты болады. Бұл сөздер Арманның ішіндегі кінә мен қалау сезімін күрестіріп жіберді. Аяна ваннаға кетіп, есікті жапты. Арман сол сәтте өз бейнесіне айнадан қарады. Көзінде шармау мен ар-ұят араласқан рең бар. Ол өзін отбасылы еркек екенін еске алды. Оның жауапкершілігі бар. Мадина оның сенген жары. Ал Аяна, ол сезімді қозғайтын көлеңке ғана. Аяна есіктен шыққанда Арман түре келіп, кешір, мен соңғы күндері бір түрлі болдым. Мен саған көңілім ауған сияқты, бірақ мен ештеңе де істемеймін. Себебі мен сені құрметтеймін. Өзімді де, әпкеңді де түсінесің бе, деді. Аяна үнсіз тыңдады. Бір сәттен соң, сіз мен емес, өзіңіздегі сағынышты жақсы көріп қалдыңыз. Мен тек оның бейнесімін деп жымиып бөлмесіне кіріп кетті. Келесі күні Мадина келді. Аяна екінші күні ақ пәтер жалдап кетті. Ол кеткеннен кейін үйдің іші одан сайын үнсізденіп кетті. Арман жұмысқа барып келеді. Мадина бұрынғыдай күнделікті тірлікпен айналысып жүр.
Бірақ енді Арманның көзі Мадинаға басқаша қарай бастады. Оған қарапайым, үнсіз, ештеңе сұрамайтын әйелі енді шыдам мен сабырдың символындай көрінді. Бірақ кей күндері кешкі ас үстінде Арманның көзі есік жаққа еріксіз жылжиды. Түгі жоқ, ешкім келмейді. Аяна енді бұл үйге жат, келмейді де. Бір күні Арман кешкісін жалғыз отырып Аянаның бұрынғы бөлмесіне кіріп кетті. Бөлме бос, тек үстелде бір кітап қалыпты. Шағын сары жапсырма қағаз жапсырылып тұр. Біреуді өзіңнен артық сыйлаған кезде күйде үнсіз кету ең дұрыс әрекет. Мен сізге ренжімеймін, керісінше сізге рахмет. Бұл жазу Арманның ішін ауыртты. Ол осы бір қарапайым сөздердің артындағы тереңдікті енді ғана түсінді. Аяна өз өмірін жалғастырып жатыр. Жаңа пәтер, жаңа әріптестер, жаңа күн тәртібі. Бірақ ол да кейде әпкесінің үйіндегі тыныш таңдарды сағынады. Арманның кейде ойланып тұрып бір қалатын жанарын, бірақ бұл сағыныш жүректі жейтін емес, еске түсіріп жымиятын сағыныш. Аяна түсінді, ол Арманды жақсы көрмеді. Ол Арман арқылы өзіне назар аудартқысы келген, құрмет пен нәзіктік іздеген. Бірақ ол құрмет басқаға тиесілі екенін де білді. Сондықтан да уақытында кету өзін де өзгелерді де сақтап қалу болды. Бір апта аяқталды. Арман мен Мадина серуендеуге шықты. Мадина жаңбырдан кейінгі көктемгі иіске сүйсініп, Аяна қалай екен қызық деді. Арман қысқа ғана жауап берді. Жақсы сияқты, жақсы болатыны анық деп. Мадина бұған қарап жымиып қойды. Әйел жүрегі бәрін сезеді. Бірақ кей нәрсені білмегендей болу бақыттың кілті. Ол сенеді. Арманның ішінде өзгеріс болғанын сезеді. Бірақ ол өзгеріс шайқап өткен сезім емес, шынайы серпіліс болғандай. Ол Арманның қайта оралғанын сезеді, тек денемен емес, жанмен. Сол түнде Арман терезе алдында тағы үнсіз тұрды. Бірақ бұл жолы өткенге емес, болашаққа қарап. Аспанда жұлдыздар шыққан, қала шамдары сығырайып жанып тұр. Арманның жанында Мадина, үйдің ішін тыныштық емес, үйлесім толтырғандай. Ол өзіне іштей сыбырлады. Сезім уақытша, таңдау мәңгілік. Ал мен таңдадым. Бұл әңгіме бір қарағанда нәзік сезім жайлы, бірақ шын мәнінде тазалықты, таңдаудың ішкі ар мен ұстаманың жеңісі жайлы. Деп Арман басынан өткен оқиғасын осылай аяқтайды. Негізі мен айтайын дегенім, өздеріңіздің жасаған таңдауларыңызға өлгенше адал болыңыздар дегім келеді. Бұл шынайы өмірде болған оқиға. Әңгімеміз ұнаса, видеоға лайк басып, подписка жасап, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар.